Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге қысқа арналған қиярдан өте дәмді салат жасайтын боламыз. Қайнауы, дайындалуы өте оңай, аз уақытта қайнап пісіп шығады. Енді осы салатты сіздерге жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз және осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі қияр, ашты бұрыш, сұйық май, қызанақ, болгар тәтті бұрышы, тұз, қант, 2 бас сарымсақ, уксус және қара түйір, бұршақ керек және укроп керек. Енді осы барлық көкөністерімізді жуып тазалап, керек емес бұзылған жерлер болса тазалап алып дайындап аламыз. Осы қызанағымызды біз ет тартқыштан өткізетін боламыз. Осы қызанақпен бірге ашты бұрышты да өткізіп жіберетін боламыз. Мінекей қызанағымызды дайындап алдық. Енді тәтті болгар бұрышын осылай 4 бөлікке бөліп, осылай жолақ етіп турап алатын боламыз, ұзыншалап. Барлығын дайындап алатын боламыз. Осы көкөністердің грамдарын мен видеоның астында қалдыратын боламын. Қиярымызды да осылай орташа қалыңдықта етіп, домалақтап турап дайындап аламыз. Сарымсақты пышақпен ұсақтап турап аламыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді қызанағымызды газдың үстіне қойып, оттың үстіне тәтті болгар бұрышымызды салып, қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей бір қайнағаннан кейін қант, тұз салып 15 минут қайнататын боламыз. Жай отта. Жақсылап араластырамыз. Мінекей 15 минут қайнады. Енді осының үстіне жаңағы туралған қиярларымызды салатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып, қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін қиярды да 15 минутқа қайнатып алатын боламыз. Одан көп қайнатпаңыздар, езіліп кетеді қияр. Мінекей толықтай жақсылап қиярлардың ортасы барлығынікі ашылуы керек туралған кездегі. Сондықтан жақсылап араластырамыз. Осының үстіне сұйық май құямыз. Қара бұрыш, түйір қара бұрыш салатын боламыз және сарымсақ салатын боламыз. Барлығын салып және укропты салатын боламыз. Барлығын салғаннан кейін жақсылап араластырып, 15 минут толықтай қайнататын боламыз. Оттың астын жайлап қойыңыздар, баяу отта қайнауы керек. Мінекей қиярымызды толықтай 15 минут қайнатқаннан кейін қиярдың түсі осылай басқаша болып өзгеретін болады. Енді осының үстіне уксус құйып, тағы бір 5 минут қайнататын боламыз. Мінекей салатымыз дайын. Енді осы салатымызды ыстық күйінде стерилденіп, буланған банкілерімізге құйып, қақпақтарын қайнатып, жауып алатын боламыз. Мендегі салаттың мөлшері қанша банка шыққанын көрсететін боламын. 2 литрлік банкімен біреу және 700 грамдық банкілермен үшеу шықты. Мінекей қақпақтарын жақсылап бұрап, ешқандай ауа кірмейтіндей етіп, және осы банкілерімізді төңкеріп, жылылап одеялмен жауып тастайтын боламыз. Ол өзінің ыстығымен асықпай суы керек. Мен бір күнге осылай орап тастадым. Бұл салатты сіздер палаумен жесеңіздер өте дәмді. Сіздер де жасаңыздар осылай қылып, өте оңай жасалынады, әрі дәмді болып шығады. Сіздермен болған Жұлдыз.
сау болыңыздар.